сіздердің алдарыңызда сөз сөйлеу мен үшін шуақты шақ әрі қуаныш. Жалпы мен Байкеева Самалон Қарбайқызы, Жамбыл аудандық Аманат партиясы Жамбыл аудандық филиалындағы 852 мүшесі бар ең ірі бастауыш партия ұйымының төрайымымын. 2016 жылдан бастап осы партияның қоғамдық саяси жұмыстарына белсене араласуымның нәтижесінде үлкен кәсіби жетістіктерге жеттім. Солардың бірі Жамбыл облыстық мәслихатының 7-ші шақырылым депутаты болдым. Жалпы енді мен өз сөзімді бастамас бұрын осында отырған бастауыш партия ұйымының төрағаларына бір сұрақ қойғым келіп отыр. Араларыңызда осы сұраққа жауап берсеңіздер. Жалпы бастауыш партия ұйымдарының негізгі миссиясы қандай? Бір ауыз сөзбен айтып өтіңіздерші. Сіздердің миссияларыңыз қандай? Халық пен биліктің арасында көпір болу. Тамаша жауап. Тағы да жауаптарыңыз бар ма? Негізгі қызметтеріңіз қандай? Бастауыш партия ұйымдары. Проблеманы көтеру, көпір болу, өте тамаша жауап. Және екінші сұрағым сіздерге. Партия мүшелері партияның белсенді қызметкері болу үшін не істей аламыз? Идея, дұрыс айтасыздар, идея көтеру керек. Тағы да жауапкершілік таныту керек. Және міне өте тамаша жауап. Енді менің айтқым келіп отырғаны, жалпы, біз бастауыш партия ұйымдары халықтың арасындағы алтын көпірміз. Біз халықтың ішіндегі, олардың көңіл күйін халықтың, олардың ортасындағы проблемаларды бес саусағымыздай жатқа білуіміз керек. Тек жатқа біліп қана қоймай, біз оны естуіміз керек, құзырлы органдарға жеткізе білуіміз керек. Дұрыс қой? Жақсы. Сонымен қатар жалпы біздің орталық аппараттан шығып жатқан жалпы партиямыздың негізгі тұғырнамалары, партиямыздың негізгі жобаларының барлығы тамаша. Бірақ сол жобаларды жүзеге асырушы кім? Бұл біз, бастауыш партия ұйымдары. Біз арқылы, біздің жұмысымыз арқылы партияның беделі артады. Партияның жоспарлары жүзеге асады. Және де жұмысы көрінеді. Яғни бастауыш партия ұйымдары жетекшілерінің мойнына артылған жауапкершілік өте маңызды.